Қайырлы күн менің тыңдармандарым. Сан қилы тағдырларды тыңдағыларыңыз келсе, арнама тіркеле отырыңыздар. Арнамның дамуына үлес қоссаңыздар. Кек алу үшін жігітінің әкесіне тұрмысқа шыққан қыз. Әкем өмірден өткелі біздің үйдің шырағы сөніп қалғандай болды. Ол мені қара қызым деп ерекше жақсы көріп, әрдайым еркелетуші еді. Үйде біз, 2 ағам мен 3 қызбыз. Ал қыздардың үлкені мен. Әкемнің орнын жоқтатпауға тырысып, үлкен ағам бізді қорғанымызға айналды. Оны табандылығы мен қамқорлығы бізді біріктіріп, отбасымыздың жаңа тірегі болды. Біздің анамыз әлдеқашан бізді тастап кеткен. Ол 5 баланың тағдырын ойламай, басқа еркекті таңдап кете барды. Сол кезде әкем бар күшін бізге арнады. Ол біздің анамыздың да, әкеміздің де рөлін бірдей атқарды. Ұлдары қатал тәртіппен тәрбиеленсе, қыздарға мейірімін төгіп жүрегімізді жылытты. Әрқайсымыздың болашағымыз үшін тынымсыз еңбек етті. Әкемнің өмірден өтуі бәрімізге ауыр соққы болды. Бірақ ағам әкемнің аманатын арқалап бізді қолдауға бар күшін салды. Ол бізге тек тірек қана емес, өмірлік үлгі болды. Әкеміздің алдындағы мен мейірімі мен оның іс-әрекетінен көрініп тұрды. Ол бізге қиындықтарға мойымауды, бір-бірімізге сүйеу болуды үйретті. Мектепті бітірген жылы өмірімнің ең қиын кезеңі басталды. Оқуға түсе алмадым. Барлығы үмітімді үзіп жатқандай көрінді. Бірақ мені жалғыз қалдырмаған екінші ағам болды. Ол барын салып, мені ақылы оқуға түсірді. Сол күндері ағамның мейірімділігі мен жанашырлығын маған демеу болып, болашаққа сенуге күш берді. Университетке түскен соң күнделікті сабақтар мен тапсырмалар өмірімді жаңа арнаға бұрғандай болдым. Бірақ менің жүрегіме басқа бір сезім ұялады, ағайға деген махаббатым. Ол бізге тарихтан сабақ беретін, салмақты, білімді әр сөзін ойланып айтатын ұстаздың жүзі мен үшін ерекше жылылықпен көрінді. Бір күні ол менің сабағымнан кейін алып қалды. Әртүрлі тапсырмалар беріп, онымен жиі кездесіп жүрдім. Ол маған ерекше қарайтын сияқты сезілетін. Оның жылы көзқарасы, жұмсақ үні мен көңілімді ала бөтен күйге түсірді. Бірақ бұл сезімнің дұрыс-бұрыстығына көп ойланып жүрдім. Ағай менің өзіне деген сезімімді сезді ме білмеймін. Бірақ ол мені жігерлендіріп, оқуға деген құлшынысымды арттыратын. Бірде ол маған былай дейді: "Сен өте керемет жансың, ақылдысың, қара қызым" деп, столдың астынан қолы сумаң етіп аяғымнан сипалады. Мен оған ғашықпын ғой. Оның сумаңдаған қолына кедергі келтірмедім. Әттең, сол кездегі кедергі болғанымда ғой. Өзіне татылып отырған мені сол күйі кездесуге шақырды. Түк көрмеген мен екінші ағама өтірік айтып, топтық жұмыс жасаймыз деген сылтаумен қасыма жатақханаға оқитын күрпаласымен сұранып алдым. Ағам мені өтірік айтпайтынымды білетін, маған сеніп жіберді. Сол кездегі ағамның үкілеген үмітін ақтамай, жігіт үшін өмірімді құртқаныма өзімді кешірмеймін. Екінші ағам мені жыламасын деп пәтер жалдап, аш болмасын деп холодильникті толтырып қоятын. Ал мен бір жерім қышып, әлгі ағаймен кездестім. Бәрін біліп тұрмын ғой, кездесу не үшін екенін. Бірақ мен ойладым, менімен болса сразу үйленіп алады деп. Қымбат қонақ үй. Бөлмеге неше түрлі тағамдарды алдырып, мені таңғалдырды. Тамақтанып болған соң ол мені көтеріп алып, екеуміз душқа түстік. Ол мені ақырын шешіндіріп, мойнымнан сүйе бастады. Төбемізден су шашырап тұр. Құдды кинодағыдай мені басты рөлдегі талдырмаш бейнедегі ару болдым. Ағайдың сымбатты денесіне судың шашырап аққаны сондай әсерлі, еріксіз сүйіп алдым. Ол да мені сүйіп, қос анарымның ұшын кезек-кезек сүйгенде тұла бойымды түсініксіз сезім тоқ ұрғандай әсер алдым.
Сол бір душта мені ағайма аймаласып, ол мені әбден сүйіп қоздырды. Содан соң бізде ат жабыс басталды. Бірінші рет болғанда менде сәл ауырған болды. Бірақ шараптың әсерінен ештеңе сезбедім. Келер жолы тіпті басқаша, мен оның үстіне отырып көкпар шаптым. Көп ұзамай мен жүкті болып қуандым. Сол күні менің жүктілігімді естіген ағайым: менен аулақ жүр, маған бала керек емес, мына ақшаны алды, баланың көзін құрт деді. Телелары емеспін. Маған ғашық адам осылай айтқанына ішім удай ашып барады. Көз жасыма ерік беріп жылай бердім. Сол уақытта ағам хабарласты. Өзімді әзер ретке келтіріп телефонды көтердім. Әйтпесе ағам қайта-қайта звондайтын. Алло дей бергенімде ағамның ашулы дауысы шықты: сен қыз, қонақ үйде не істеп жүрсің? Мен сені оқысын деп оқыттым, ал сен қонақ үйде еркекпен. Телефонды өшіре салдым. Аяқ қолым дірілдеп барады. Біттім, құрыдым. Ағам мені кешірмейді деп жылай бердім. Жолдың ортасында тұрғанымды да, қайда барарымды да білмей, көзім жастан құрғамады. Көліктің сигналы қанша бипылдап жатса да есім ауып, ештеңе естімедім. Көлік апатына түстім. Көлік айдаған үлкендеу, беделді кісі екен. Есімді жиғанда әлгі кісі жанымда отыр. Мен түсік тастадым. Қуанбасам қайғырғаным жоқ. Ол кісі менен шағымым жазбауымды өтініп, қанша сұрасам да беретінін айтып, ол маған жылы жүзбен қарап, күнде әртүрлі тағамдар, әдемі гүлдер әкелді. Мен әзірге шағымымды алмадым. Толық ем алып шыққанын көрермін деп қоя салдым. Сол үшін ол кісі үнемі жалғыз палатада жатқан маған келіп жарты сағат уақыт бөлетін. Менің телефоным қайда екен білмеймін, білгім де келмейді. Әлгі кісімен сөйлесіп жүріп, мен оқитын универде ұлы декан екенін айтты. Аты жөні мені жүкті қылған Фархат. Ол оңбаған әлгі шалдың жалғыз ұлы екен. Содан басыма неше түрлі арам ой келді. Ағам мені тауып алса өлтіреді. Универге де бара алмаймын. Ертеңіне мені қаққан Фархаттың әкесіне бар күшімді, жігерімді жиып, мені әйелдікке алыңызшы, болмаса көңілдесің, тоқалыңда бола аламын. Мен енді өмір сүре алмаймын. Сіз көлікпен қақпағанда мен өзіме қол жұмсап өлер едім. Болмаса ағам мені өз қолымен өлтіреді деп шынымен де көз жасыма ерік беріп жыладым. Ол кісі басында таңырқап: сен өте жас қызсың, бұлай болмайды ғой, кейін өкінесің деп бас тартқандай болды. Менде сөз тауып: сіз мені өлімнен құтқардыңыз, тағы да құтқарыңызшы, тағдыр бізді кездестіріп тұр деп байғұс шалдың ойын өзгерткендей болдым. Қай еркек болса да жас қыздың әйелі болғанын қалайтын анық. Солай өзімді, тәнімді әкемнен де үлкен шалға сыйладым. Бәрі Фархаттан кек алғым келді. Оның іші күйсін, қызғансын, менен айырылғанына өкінсін деген ашу-ыза. Фархаттың әкесі бизнесмен кісі. Менен басқа көңілдесі өте көп. Мен де солардың бірі болдым. Фархаттың әкесіне үйленем деп ойладым да, сөйтсем ол жалған құжат екен. Сосын ол Фархатпен тұратын үйге апармады. Тек жеке пәтерде тұрғызды. Ал шалдың көңілдесі болу бұл мүлдем басқа сынақ болды. Бәрі оңай сияқты көрінгенмен өмір шындығы мүлдем өзгеше болып шықты. Ешқандай артық ақша бермейді, сыртқа да шығармайды. Уақыт өтіп жатты, ал мен 1 жыл бойы үй тұтқыны секілді өмір сүрдім. Әрбір күнім бір сараңды, еш өзгеріссіз өтетін. Түндерімде терезеден аспанға қарап, еркіндік туралы арман еттім. Бірақ еркіндік тым алыс көрінді. Ақыры бір күні шыдамым таусылды. Бәріне қолымды бір сілтеп, үйден қашып кеттім. Ағаларымның алдына барып тізерлеп тұрып, кешірім сұрадым. Олардың жүзіндегі таңданыс пен ренішті көру қиын болды. Бірақ олар мені кешірді. Бұл мені
мен үшін үлкен жеңілдік еді. Көп ұзамай ағаларымның қолдауымен жаңа өмір бастауға мүмкіндік туды. Жеңгемнің таныстырған жігітімен кездестім. Ол қарапайым, бірақ жүрегі жылы, мейірімді адам еді. Бір-бірімізді түсіндік, сөйлестік, жақын болдық. Уақыт өте келе, мен оған тұрмысқа шығуға келісімімді бердім. Өткен өмірімнің ауыртпалығы артта қалды. Жаңа өмірдің есігін ашып, бақытты болуға ұмтылдым. Бұл мен үшін нағыз еркіндік еді. Кек алу адамды өшірмесе өсірген емес.